Қайырлы күн. Бүгін 1 желтоқсан. Қыстың 1 күні құтты болсын. Жақсы, берекелі жыл мезгілі болсын. Тыныш болсын. Аман болайық. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Менің даусым естіліп тұр ма? Даусым естіліп тұрса, плюс қойып кетіңіздер. Енді менің парақшама жаңадан қосылған оқырмандарға қош келдіңіздер деймін. Сіздерге пайдалы болуға, пайдалы ақпарат беруге, пайдалы кеңестер беруге тырысамыз. Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тікелей эфирдің тақырыбы энергетика деген не? Энергетиканың құндылығы қандай? Оның адамға беретін пайдасы қандай? Және ол басқа сеанстардан қандай ерекшелігі бар? Сол туралы айтамыз. Эфирдің соңына дейін болыңыздар. Барлығын түсіндіріп айтып беремін. Осы эфирді YouTube каналға да сақтаймын. Сол жақтан жылдамдатып, жылдамдығын арттырып көрсеңіздер болады. YouTube каналым профиль парақшасында бетінде сілтемеде тұр. Сол жаққа өтесіз, подписаться етіп, қоңырауды басып қойыңыз. Мен салған жаңа ақпараттарды YouTube каналынан да көре аласыздар. Энергетика туралы естігендеріңіз бар ма? Естігендеріңіз бар болса, бір деп жазыңыздар. Мен естідім, я білемін дегендеріңіз болса, бір деген цифрды қойыңыздар. Егер де естімедім, білмеймін дейтін болсаңыздар, онда 5 деген цифрды қойыңыздар. Олай болса, мен бүгін сіздерге энергетиканың не екенін, ол қандай практика екенін сіздерге жақсылап түсіндіріп айтып беретін боламын. Бірінші, энергия дегеніміз не? Біз адам тек қана ет пен сүйектен жаралған жоқпыз, е? Біздің энергиямыз бар. Ол энергия біздің денемізді қоршап тұрады, е? Енді біздің жанымыз да энергиядан тұрады. Мысал айтатын болсақ, адамның жаны тәнін тастап о дүниеге өтетін кезде, ол адамның төбесі арқылы шығып өтеді, яғни ол энергия. Оны ешкім көрмейді, оны ешкім көре алмайды, е? Міне дәл солай көрінбейтін энергия қабаттары, энергиялық қорғаныс қабаттары адамды қоршап тұрады. Мінеке, мынау адамды қоршап тұратын барлық адамның осындай энергетикалық қабаттары болады. Адамды осылай энергетикалық қабаттар қоршап тұрады. Ол энергетикалық қабаттар 7 деңгейден тұрады. 7 қабатты энергиясы болады. Олардың өздерінің атаулары болады. Осы энергия қабаттары бұзылған кезде адамда ауру пайда болады, адамда депрессия пайда болады, адам өзін өлтіргісі келеді, адамға жаман ойлар келеді, түрлі негативті әрекеттерге барады. Ауру пайда болады, қарым-қатынасы дұрыс емес болады, денсаулығы нашарлайды, өмір сапасы нашарлайды, вибрациясы үнемі түсіп жүреді, қуаныш сезімі болмайды, үнемі қорқып жүреді, үнемі сенімсіз болады, барлық адамға күмәнмен қарайды, жаман ойлар мазалайды, е? Мысалы, көлікпен кетіп бара жатса аударып қалатын сияқты, жаңа үй алса өртеніп кететін сияқты, немесе баласы мектепке кетсе біреу өлтіріп кететін сияқты, осындай түрлі қорқынышты ойлар мазалайды. Ондай қорқынышты ойлардың түрі өте көп. Ол қорқынышты ойлар адамға бекерден бекерге берілмейді. Енді қараңыздар, адамның энергетикалық жұқа денелері, олардың өздерінің атаулары болады. Міне, адамның энергетикалық денелерінің өздерінің атаулары болады. Оларда энергетикалық денелерде әртүрлі ақпараттар сақталады. Мысалы, қарасаңыз, мынау бірінші адамның физикалық денесі, екінші жұқа денесі эфирлік дене деп аталады. Үшінші денесі атомалық дене деп аталады. Төртінші денесі менталды дене деп аталады. Бесінші денесі
каузалды дене, 6-шы денесі будхиялық дене, 7-ші денесі атмалық дене. Осы энергетикалық денелер блокталғанда, осы энергетикалық денелер бұзылғанда, осы энергетикалық денелердің қызметі нашарлағанда адамда ауру пайда болады, адамның шаршауы, ешнәрсеге зауқы болмауы, жолының болмауы, өзін сезінбеуі, өзін жоғалтып алу, өзін осы өмірде бақытты сезінбеу, өмірге риза болмау, түрлі негативті эмоциялардың барлығы осы денелердің қызметінің нашарлағанынан пайда болады. Енді адамның төменгі үш денесі ол адаммен мәңгі бірге болады. Адам қайтыс болған кезде бұл денелер, төменгі үш денелер өлмейді. Жоғарғы денелер, олар мысалы бірінші дене адам қайтыс болғаннан кейін 7 күннен кейін, екінші дене адам қайтыс болғаннан кейін 40 күннен кейін, үшінші дене адам қайтыс болғаннан кейін 100 күннен кейін адамның денесімен бірге жойылады. Ал қалған денелерде адамның өмір сүрген кезіндегі барлық әрекеттері, барлық эмоциялары, барлығы ол осы төменгі денелерде сақталады. Төменгі денелерде сақталғандықтан адамдар инкарнациялар арасында өткен өмірдің программалары адамның осы жұқа денелерінде сақталып тұрады. Сондықтан адам келесі инкарнацияларда сол карманы, сол программаны өтейді. Сондықтан кармалық программа, кармалық бағдарламалар, оның барлығы өшпейтіні сондықтан. Қайырлы күн, эфир сақталады. Эфирді YouTube каналыма да сақтаймын. Сол жақтан жылдамдығын арттырып көріп алсаңыздар болады. Осылай, осы жұқа денелердің қызметі бұзылған кезде адамда күйзеліс пайда болады. Осы жұқа денелер бұзылған кезде адамда депрессия пайда болады. Адамның жаман ойлары мазалайды, өзін өлтіргісі келеді, ешкімді қабылдай алмайды, үнемі еш нәрсеге көңілі толмайды. Осы жұқа денелердің қызметі бұзылады. Өйткені, енді қараңыздар, енді мен сізге қазір түсіндіріп өтейін, олар қай кезде бұзылады. Енді жаңа айтып кеттім, адамның жұқа денелері қай кезде бұзылады. Қараңыз, мынау сап-сау адамның жұқа денесі бүп-бүтін болып тұр, сап-сау адамның жұқа денесі. Бұл енді осы жұқа дене бұзылған кезде мыналар тесіледі. Адамның жұқа денелері осылай біздің аурамыз, мынау біздің аура қабаттары. Енді сау адамның өмірді ләззатпен сүретін, бақытты, жоғары вибрацияда өмір сүретін адамдардың жұқа денесі сау болып тұрады. Егерде адамда жаңағы негативті ойлар, қорқыныштар, күмәндар, енді түрлі негативті негативті төмен вибрациялы эмоциялар көп болған жағдайда, яғни ол адамның мына жұқа денелер тесілген, жыртылады бұл жұқа дене, тесіледі бұл жұқа дене. Бұл жұқа денелерді тесетін, жыртатын және оны тоздыратын не? Енді мен сіздерге бұлай қарапайым тілмен айтып берейін. Энергияны бұзатын эмоциялар бағанағы айтып кеткен. Адам қайтыс болғаннан кейін де өшпейтін программалар мына үш жұқа денеде сақталады деп айттым. Осы жұқа денелерде адамның өмір бойы бұл энергетикалық деңгейде адам туралы программаның барлығы осы үш жұқа денеде сақталады. Адам қайтыс болғаннан кейін де келесі инкарнацияларда адамның программалары осы денеде сақталып тұрады. Сондықтан да адам келесі инкарнацияларға келген кезде сол бір кармалық жағдайларды кейде бір айтамыз ғой, дежавю болды дейміз, или осы оқиға бір жерде болған сияқты дейміз, осы оқиғаны бір жерде көрген сияқтымын, түсімде көрдім ба деп білмей жатамыз. Міне сол инкарнациялар арасындағы қалып кеткен адамның программалары, адамның бойында өзімен бірге жүретін кәдімгі чип бар ғой, чип сияқты болады. Ол сол чипті, осы жердегі чипті тазалау керек. Осы жердегі флешканы тазалау керек болады. Сіздерге түсінікті болу үшін. Енді осы энергияны, энергия қабаттарын не бұзады? Енді сіз қараңыз, сіз бала болып
кішкентай бала анасының құрсағында пайда болғаннан бастап ол тегінің программасына қосылады. Өйткені тектің программасы да адамның осы жұқа қабат денелерінде сақталып тұрады. Ол өшпейді. Ол тектен текте жалғасып, сол программаны келесі ұрпақтар қайталап кете береді. Оны тазалау керек, оны жақсарту керек, оны дұрыстап, энергияны дұрыс келетіндей етіп, реттеп емдеу керек жұқа денені. Өйткені жұқа дене ауырған кезде адамның денсаулығы нашарлайды, өмір сүру белсенділігі төмендейді, тез қартаяды, сүйек ауру пайда болады, түрлі осы өмірде қанша негатив болса, барлығы осы жұқа денедегі энергияның дұрыс жұмыс жасамауында, энергия толқынының тербелісінің жиілігі дұрыс артпағандығында, яғни тербеліс жиілігінің төмендігінде болады. Енді ары қарай, енді сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар. Бұл эфирді мен сақтап қоямын. Энергетика туралы сұрақтары бар болған, түсінбей жүрген, бұл не деп жүрген оқырмандар осы эфирді жақсылап аяғына дейін тыңдаңыздар. YouTube каналыма да сақтап қоям. Сол жерде жылдамдығын арттырып көрсеңіздер болады. Енді энергияның бұзылуын түрлі эмоциялар бұзады. Енді қараңыз, мен сіздерге басынан бастап дұрыстап түсінікті болу үшін кішкентай балаға түсіндіргенде түсіндіріп берейін. Кішкентай жан бір адамға беріледі. Сөйтіп біз анамыздың құрсағына келіп түстік. Әкеміздің ұрығынан анамыздың құрсағына келіп түстік. Біз жанбыз, бітті. Біз сол анамыздың құрсағында пайда бола бастадық. Енді сол құрсақтағы кішкентай энергия анасының бойындағы барлық қорқынышты, барлық үрейді, жағымды, жағымсыз эмоцияларды, барлық сол анасының басынан өткізген барлық историяларды, анасының сол аяғы ауыр кезіндегі болып жатқан историяның барлығы баланың өміріне әсер етеді. Одан кейін бала туылғаннан кейінде бала анасының энергетикалық полесінде болады. Сондықтан ең бірінші адамның вибрациясының төмен болуы сол кезден басталады. Сіз уже программаландыңыз. Уже сіз мамаңыздың құрсағына түскеннен бастап, сіз сол текке келдіңіз, сол анаңыздың әулетіне, папаңыздың әулетіне келдіңіз, болды. Сізде уже чип салынып қойды. Сізге уже чип, бағанаға мен айтқан өшпейтін чип, сол уже кигізіліп қойды. Сіз енді тегіңіздің де чипін қосып аласыз, мамаңыздың да тегінің чипін қосып аласыз, сөйтесіз, сол флешкада енді сол бір флешканың ішінде бүкіл тектің программалары, мамаңыздың тегінің программаларының барлығы, мамаңыздың эмоциялары, мамаңыздың программаларының барлығы сол сіздің энергетикалық денелеріңізде сақталады. Біз үлкен адам, үлкен система. Адам робот емес. Адам тек қана сүйекпен, терден жаралмаған, етпен сүйектен жаралмаған. Адамның жаны бар. Қазір мені сөйлетіп отырғанда ішкі жаным, мен ішкі жанымды тыңдау арқылы, ойымды жинақтау арқылы мен сіздерге жеткізіп отырмын. Енді келесі айтайын дегенім, энергетикалық дененің бұзылуы, оны нелер бұзады? Енді соған айтып келе жатырмын. Әрбір адамның кармасын өтейтін жас 12 жас. 12 жастан бастап адам балада адаптация басталады, яғни кармалық қарыздарын өтеу басталады. Бізде 12 жастан 13 жасқа көшкен уақытта не деп айтамыз? Переходной возраст, мінезі өзгеріп бара жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, ойбай, переходной возраст дейміз. Сол переходной возраст деген адамның өткен инкарнациялардағы өтелмей қалған, адамдармен өтелмей қалған қарыздарын өтеуі басталады. Қарыз өтеу деген өткен өмірде аяқталмай қалған әрекеттер. Яғни біреуді кешірмей қалды, біреуді ренжітті, біреуге жаман сөз айтты, біреудің аяғынан шалды, біреуді алдап кетті, біреуді зорлады, біреуді өлтіріп қойды. Сол сияқты түрлі жағдайда адам өмірден өткен болса, осы өмірде сол 12 жастан бастап бітті, карма басталады, отработка басталады. Содан балада не басталады? Балада
ата анасын тыңдамау, конфликт, сөз қайтару, жаңағы үйден қашып кету деген сияқты түрлі эмоциялар басталады. Содан енді қараңыз, итак ол адамның өткен өмірлерінің де арасында конфликттер болды. Мамасының, анасының құрсағында болған конфликттер бар, ата бабасының өміріндегі конфликттер бар. Қараңыз, сонда адам әлбетте адасады. Адам енді не үшін өмір қиындайды сол кезде? Өйткені адам өзінің қандай жан екенін білмесе, өзінің не істеп жүргенін түсінбеген кезде, өзінің жан әлемін тыңдамаған кезде адасады. Енді ақырындап мен сіздерге алып келе жатырмын. Сол кезде ұрыс керіс болады, жек көреді, ренжиді, ата-анасын қабылдай алмайды, айналасын қабылдамайды, подругаларын қабылдай алмайды, достарын қабылдай алмайды. Бітті. Осы жерде баланың вибрациясы түсті. Енді мен неліктен адамдардың проблемасы бір күнде пайда болмайды деп айтамын? Барлығы бала кезден басталады. Барлығы сіз анаңыздың құрсағына түскеннен басталады. Соның барлығымен разбираться ету керек. Соның барлығын реттеу керек. Соның барлығын емдеу керек. Өйткені оның барлығы травма, оның барлығы боль, оның барлығы сізді ертеңгі күні ауруға келеді. Енді қараңыз, сол кезде енді бала өсті, 18-ге келді, 20-ға келді, 25-ге келді, үлкен ересек адам болды. Енді жолы болмай бара жатыр. Неліктен? Өйткені сондай төменгі вибрациялы энергиямен, төменгі вибрациялы мынау айтқаным бағанағы адамның жұқа денесі. Енді мынау тербелістер жиілігі төмендеген кезде негативті энергетикалық паразиттер болады. Олар осы денені тесіп өтеді. Сөйтеді адамның кез келген органына боль салады. Сондықтан да оның жаңағы психосоматикасы болады деп айтады. Ол қай кезде пайда болды? Анасына өкпелеген кезде, анасына сөз қайтарған кезде, анасы ұрған кезде, немесе үйінде айғай-шу жанжал болған кезде сол боль болады. Ол боль мына жақтағы денеден тесіп өткен қара энергияның подключкасы, қондырғысы, например, ол басына қойды. Ол мысалы ренжіштер баста тұрады, ренжіп қалды, ол вибрацияны төмендетті. Күмәнданды, вибрацияны төмендетті. Денеде солай бірнеше жерге қойып тастайтын подключкалар болады. Енді мына адамның жұқа денесі не істеді? Жұқа денесі уже тесілді. Енді қараңыз, үрлеп қойған шарды тескен кезде не болады? Желі шығып кетеді, ол ұшпай қалады, ол іске жарамсыз болады. Оны емдеу керек, немесе бүтіндеу керек деген сияқты. Көліктің де дөңгелегі жарылған кезде жүрмей қалады, істен шығады, тоқтап қаласыз. Дәл солай. Сіздің энергияңыз тесік болған кезде, сіздің энергияңыз бүтін болмаған кезде, сізде желі шыққан дөңгелек сияқты бір орында тұрып қаласыз. Өйткені ары қарай жүретін сізде күш жоқ, энергия жоқ. Ал бұл жерде бұл полиңіздің ішінде, мынау сіздің полиңіз, мынау сіздің энергия қабаттарыңыз, осы жерде сіздің дене діріліңіз бар, осы жерде сіздің бүкіл историяңыз бар, осы жерде сіздің бүкіл ата бабаңыздың, анаңыздың барлығын историясы осы жерде сақталып тұр. Сондықтан да осы дененің ластануын жаңағы ішкі эмоциялар тартып алады, сущностьтарды ішкі эмоциялар тартып алады. Енді содан адамның дене дірілі төмендей бастайды. Енді дене дірілі төмендеген кезде адамдарға не қосылады? Қазір мен сіздерге көрсетіп айтамын. Адамның екі деңгейде адамның денесінің энергетикалық дене тербелісі болады. Екі деңгейде. Біреу жоғарғы деңгей, біреу төменгі деңгей болады. Жоғарғы энергетикалық тербеліс жиілігі дегеніміз ол қуану, алғыс айту, махаббатпен жүру, жақсы көру, кешіру, қабылдау, мойындау, осының барлығы жоғарғы вибрацияны білдіреді. Ал жоғарғы вибрацияда жүрген адамның денесінің тесілгені бүтінделеді. Ол қалай бүтінделеді? Оны қазір мен сіздерге айтамын. Қазір мен сіздерге денені тесетін тіршілік иелері туралы айтамын. Қазір мінеки, қараңыздар,
бұл энергетикалық паразиттерді біздің эзотерикалық тілде, яғни өзіміздің білім алған тілімізде біз оны энергетикалық паразиттер немесе энергетикалық негативті сущностьтер деп атаймыз. Яғни бұлар сущность деген сущий деген сөз, жаратылыс. Яғни Алла тағала бұларды да адамдармен қатарласып жаратты. Енді бұл адамға айтқан ғой Алла тағала, сен қай өмірді таңдайсың, қай жолды таңдап өмір сүресің, сен өзің білесің. Осы паразиттерді жапсырып алып, паразиттердің ойыңызды бұзғаны, өміріңіздің бұзғанымен бірге өмір сүресіз бе? Жоқ әлде бұлардан аулақ болып, бұлардан тазарып, бақытты өмір сүресің бе? Оны өзің білесің деп айтқан. Бізге Алла тағала таңдау берген. Қандай өмір сүргің келеді, оны сен өзің құрастырасың, және өзіңнің қолыңда деген. Өз өмірің өз қолыңда деген, сол міне осы. Енді қараңыздар, бұлар жаңағы эмоцияларға келеді. Мысалы, адам өзін кінәлады, адам өзін жек көрді, адам өзін айыптады, адам өзін керексіз сезінді. Мені ата-анам ұрса береді, мені жек көреді, мен ешкімге керек емеспін, неге маған осындай, осылар да бәле болды, немесе неге менің ғана жолым болмайды деп адам сосын Құдайға артық сөздер айтады. Құдай, мен неге жараттың дейді, неге менің өмірімді осындай қылып бердің дейді, неге басқалардың өмірі сондай дейді. Адамдар өзін басқа жетістікке жеткен адамдармен салыстырып, содан адамдарда выгорание болады. Ең адамды өшіретін, өсуіне кедергі болатын нәрсе, адам жетістікке жеткен адаммен өзін салыстырады. Ең қате түсінік сол. Ең бірінші адам өзінің ішкі құндылығын, жан әлемін реттеп, жан әлемінде болып жатқан больдардың барлығын, травмалардың барлығын реттеп, энергетикалық деңгейдегі барлық лас былығып жатқан нәрсенің бәрін тазаламайынша, адамның өмірі өзгермейді, дұрысталмайды, денсаулығы да жақсармайды. Бұлар енді бұлардың өздерінің атаулары болады. Енді қараңыз, мынау көрініс адамның энергетикалық полисі. Енді қараңыз, жын шайтандар, жаңағы ібілістер, басқа да тіршілік иелері, бұлардың өздерінің санасы болады. Олар адамның ойын оқиды. Олар адамды басқара алады. Олар адамның әрекетін басқара алады. Адамды жақсы нәрсеге жібермей тұрады. Адамның адасуын туғызып тұрады. Адамды Құдайға жақындатпай тұрады. Кей адамдар намаз оқығысы келеді, намазға жығылғысы келеді, бірақ бір кедергі болып тұрады. Ол да осылардың әрекетінен. Олардың мақсаты адамзатты Құдайға жақындатпау, адамзаттың жанын жаулап алу. Энергетиканың негізгі мақсаты адам өзінің жанымен байланыс орнатып, өзінің жанын тыңдап, энергетикалық полисін емдеп, тазартып, барлық программалардан, бала кезден жаңа айттым ғой, солардың барлығын емдеп, тазартып, реттемейінше адамның өмірі бір сарынды, үйлесімді, тыныштық таппайды. Өйткені жан әлемінде быт-шыт соғыс болып отыр. Мамасының программасы бар, папасының программасы бар, аржықта атасыныкі бар, әжесінікі бар, арғы әжесінікі бар. Олар қуғын көрді, соғыс көрді, қашты, зорланды, ұрлады, тонады, репрессияға ұшырады. Оның бәрі біздің ішімізде. Олар ешқайда кеткен жоқ. Өйткені ата-баба рухтары, энергиясы біздің жан әлемімізде. Олар ешқайда кетпейді. Сондықтан энергетика жасатып, олардың барлығын жою маңызды. Енді олардың қандай түрлері болады? Олардың, айттым ғой, олардың санасы болады, олар адамды басқарады, адамға жақсылық, махаббат, мейірім бермей тұрады. Адамның жүрегін, ойын жауып тастайды. Содан адам қатыгез болып қалады, аямайды, бір-бірін өлтіруге дейін барады, ашуланады, ашуға көп беріледі, оның барлығы сіздікі емес. Қандай негативті эмоция болсын, қандай негативті әрекет болсын, ол адамның өзінікі емес. Алла тағала адамды жаратқан кезде осы әлемге жақсылық жаса, осы әлемге махаббат бер,
осы әлемді бақытты болып өмір сүр деп жаратты. Иә? Ал неліктен адам адасатынын алдыңғы сөзімде айтып кеттім. Енді бұлардан қалай құтыласыздар? Бұлар неліктен кетпейді? Бұлар неге Құран сүрелерімен кетпейді? Неге бұлар тұзбен жуғаннан кетпейді? Себебі бұлар адаммен бейсаналы түрде контракт жасап алады, келісім шарт жасасып алады. Оны арнайы маманмен жоймайынша олар кетпейді. Мен сіздерге бір мысал айтайын. Мысалы, ол қалай? Мысалы, бір алма ағашы жайқалып өсіп тұрған болатын. Алма ағашын елестетіңіз, жайқалып жылда алма салатын, күшті өсіп тұратын. Енді бір кезде ол алма ағашының тамырына құрт түсті дейік. Бірақ біз оны байқамаймыз. Тамыр құрттап атқан ешкім білмейді, бірақ кейбір бұтақтарына қарасақ қурап тұрады, кейбір бұтақтарына қарасақ құлап жатады. Енді бір жылдары қарасақ жеміс бермей қалады, бір жылдары қарасақ құлайын деп тұрады. Неліктен? Себебі түбінен бастап оны құрт жеп бастады. Енді сол құрттарды тазалайтын, сіз құрттарды сумен, тұзбен жусаңыз кетпейді. Дұрыс па? Енді құрттарды тазалап алма ағашын емдеу үшін кімді шақырамыз? Арнайы маманды шақырамыз. Сол арнайы маман сізге келіп алма ағашыңызды емдеп береді. Ол сол құрттарға шашатын дәрінің атын біледі. Ол құрттарға сіздің алма ағашыңызды емдейтін дәрінің әсер етуін біледі. Оны қалай жоюды біледі. Алма ағашын қалай тірі сақтап қалуды біледі. Дәл солай слипер мамандығы сіздің бойыңызда бала кезіңізден бастап осындай энергетикалық паразиттер сіздің денеңізді құрт құсап жеп жатқанын көреді және тазалап алып тастайды. Енді олардың қандай түрлері болады? Олардың түрлері өте көп болады. Біздің білетініміз, бала күнімізде еститініміз жын деп айтамыз, тек қана шайтан деп айтамыз. Болды. Ал олардың түрлері өте көп. Әйел адамға қосылып алатын ер жындар болады, еркек адамға қосылып алатын әйел жындар болады. Мысалы, кімнің түсіне кейде бір түсіңізде жыныстық қатынас көргендей боласыз. Кімнің түсіне кірді? Осы жерге маған плюс қалдырыңыздар. Оның барлығы сіздің түсіңіз емес. Шын мәнінде энергетикалық тіршілік иелері сіздің энергетикалық полеңізде бар болғандықтан сізге сондай әрекет жасап тұр. Мен қаттырақ айтпай-ақ қояйын, бірақ сондай әрекеттерді ол жасайды. Әйел адамдарда ер жындар болған кезде, оларды инкуб деп атайды, ер жындарды инкуб деп атайды. Инкубтар әйел адамда болған кезде, әйел адамдарға ер адамдарды қарсы қойып қояды. Ер адамдар әйеліне қараған кезде көзіне қарай алмайды. Түрі жаман болып тұрады. Ең ұсқынсыз, ең бір сүйкімсіз, қолынан еш нәрсе келмейтін бір құнсыз әйел болып көрінеді. Неліктен? Өйткені әйелдің денесінде ер адамның энергиясы бар. Ер жынның энергиясы бар. Ол ер адамды отталкивать етеді. Ол ер адамды итереді ары қарай. Жақындатпайды. Ол жындар адамды иемденіп алады, әйел адамды. Енді ер адамдарда да солай. Ер адамдар мысалы жас, бойдақ, немесе ажырасқан, немесе отбасы, бала шағасы бар. Бірақ әйеліне көңілі суып кетті. Әйеліне қарағысы келмейді. Суық, қарым-қатынастар өте нашарлап кетеді. Неліктен? Өйткені ер адамның бойында әйел жын бар. Ол әйел адамын жолатпайды. Жолатқысы келмейді. Түсінде сондай ара қатынастар болады. Бірақ өзіне бір ұнайтын, белгісіз бір әйелдермен сондай болады. Бірақ түс көріп жатырмын деп ойлайды. Шын мәнінде сондай әрекеттер болады. Егер де осындай белгілер болса, бойыңыз таза емес деген сөз. Бұны мен ойлап тапқан жоқпын. Шын мәнінде мен осы салаға келгенде менде де сондай белгілер болды. Менің бойымда да сондай белгілер болды. Түс көретінмін, шошитынмын, таныс емес ер адамдарды көретінмін түсімде, сондай жыныстық қатынастарды көретінмін. Енді ұлы сөзде ұят жоқ деп айтады. Бұны ауруды айтпасаң, өлім әшкере дейді.
бұны ашып айту керек деп ойлаймын. Өйткені көптеген адамдар осындай өмір сүріп жүр. Енді бұл энергиядан тазармаса, бұлармен жасалған контрактыны, келісім шартты бұзбаса не болады? Бұзбаса олар кетпейді. Олар тұзбен жуған, аластаған, адыраспанның иісіне олар кетпейді. Өйткені олар сіздің мынандай жұқа денеңізге, энергетикалық жұқа денеңізге мықтап тұрып отырып алды. Сол жақтан сіздің энергияңызды сорып тұр, ашуландырады, жек көргізеді, балағат сөз айтқызады, постоянно раздражение болып жүресіз. Елдерге қарасаңыз жыныңыз ұстайды, адамдарды қарасаңыз бір төбешасыңыз тік тұрып тұрады, еш нәрсені жақтырмайсыз, прям сондай раздражительный энергия болады. Олардың түрі өте көп. Олар сіздің осы энергетикалық денеңізде, мынау полеңізде, мынау энергетикалық полеңіз болса, осының сыртында тұрады да, олар подключкаларын мынау физикалық денеге қойып тастайды. Содан бастап адамның қай жеріне подключка қояды, сол жерде энергия дұрыс жүрмейді, сол жерде блок пайда болады, сол блоктан ауру пайда болады. Өйткені энергия ағыны дұрыс жүрмей тұр. Энергия ағыны дұрыс жүрмеген кезде адамның денесінде блоктар пайда болады. Жаңағы психосоматтардың, басқа да эксперттердің біртіндеп больдарын шығарып жүрген жердің барлығы осы. Ал сіз энергетикада осындай больдардың, осындай подключкалардың мыңдаған түрінен тазарасыз. Сіз өйткені денеңізде қаншама подключка бар екен білмейсіз. Сіз денеңізде қаншама олардың қойып тастаған программалар бар екен білмейсіз. Адам төменгі вибрацияда болғанда ата-бабасынан келе жатқан негативті программаға қосылып кетеді. Мысалы, ер адаммен қарым-қатынасы дұрыс болмаған, дұрыс болмаса, таяқ жесе, балағаттаса, ер адам құнсыздандырса, әйел адамды жақсы көрмесе, сол кезде ол әйел адамға тегіндегі негативті программа қосылады. Өйткені біздің бұрын бір әжелеріміз, сіз ол әжеңізді танымасаңыз да, танысаңыз да, сіздің бойыңызда ол әжеңіздің энергиясы бар. Ол әжеңіздің сізде чипі бар, қосылып тұр. Ол чиптің ішінде сол әжеңіздің бүкіл эмоциясы, бүкіл өмірі, басынан кешкен қиындықтары, бақытты кезеңі, барлық қабілет қасиеттері бар. Адам минустық энергияда болғанда, минустық энергия деген төменгі тербеліс, жаңаға айтып кеткен, сол төменгі тербелісте болғанда тегіңіздің негативті программасына сіз қосыласыз. Сөйтіп сіз өзіңіздің емес, басқа бір әжеңіздің немесе басқа бір атаңыздың өмірін сүріп қайталап кетесіз. Енді не істейсіз? Енді сіз сол программаны, сол өзіңіздің энергетикалық полеңізде жазылып тұрған, мынау жан әлемінде жазылып тұрған, бағанаға айтып кеттім, ол қалай жазылады, туылғаннан бастап ол энергиялар қалай пайда болады айтып кеттім. Енді не істейміз? Енді сіз энергетика арқылы осының барлығын тазартасыз. Қалай тазартасыз? Арнайы маманға келіп тазартасыз. Оны сіз өзіңіз тазарта алмайсыз. Олардың түрлері өте көп болады. Мен сіздерге бір түрін көрсетіп кетейін. Мынау лярва деген түрі. Бұл жабысқақ, сағыз сияқты болып денеде жабысып, сілекеленіп, жап-жасыл қап-қара қою қоңыр болып адамның сүйектерінде қай жері ауырады, сол жердің бәрінде осындай лярвалар жабысып тұрады адамның. Ауру бар жерде, яғни негативті энергия бар деген сөз. Оны емдемесе, адам жаңағы тамырынан бастап құрт жеген ағаш құсап бір күні өледі. Адамға ауру бір күнде келмейді. Адам бір күнде ауру бола салмайды. Адамның жолы бір күнде байланбайды. Ол сіздің бойыңызда, жаңағы сіздің аура қабаттарыңыздың бүтін болмауында. Бүтін емес. Бүтін болмағаннан кейін, бұл жаралы болғаннан кейін, бұның ішіне тесіп жыртып сущностьтар кіріп алғаннан кейін сіздің энергияңыздың барлығын трубочкамен сок ішкендей қылып ішіп тұр. Енді сіз, конечно, шаршайсыз, ұйқыңыз келе береді, жатасыз, жата бергіңіз келеді, жұмысқа құлшынысыңыз болмайды,
жалқаулық басады, еріншек боласыз, білмейсіз не үшін өмір сүріп жүргеніңіз, кім екеніңізді де білмейсіз, әйтеуір жүресіз, барып келесіз, жүре бересіз, солай айналып бір сарынды өмірді сүре бересіз. Неліктен? Өйткені ары қарай келесі деңгейге өтетін сізде энергия жоқ. Ал сіздің энергияңыздың бәрі қайда кетті? Сіздің энергияңыздың барлығын сущностьтар жұтып тұр. Сущностьтар адамның энергиясын қалай жұтады? Негативті эмоциялармен, қиындықтармен, денсаулықтың нашарлауымен жұтады. Жаңағыдай ер жындар, әйел жындар болады. Олардан да үлкендері болады. Міне қараңыз. Мысалы, денеңізде жын болатын болса, оның тербелісін қараңыз, ең төменгі тербеліс. Егер де сіздің денеңізде сондай негативті энергия болса, бұлар сіздің денеңізге үйір болады. Олар жабыса береді. Ал қай кезде жабыспайды? Егер де сіз бұрын энергетическадан өтпеген болсаңыз, сізде мен жазып кеткен, мен айтып кеткен белгілер болатын болса, онда сіздің денеңіз таза емес және энергетикалық энергия қабаттарыңыз бүтін емес, тесілген. Осындай. Енді келесі сіздерге түсіндіріп айттым, енді қалай болатын, не? Енді біз энергетическада тек қана энергетикалық энергия қабаттарын ғана қарамаймыз. Біз энергетическада физикалық денені де сканерлейміз. Қалай сканерлейміз? Біз энергетикалық деңгейде сіздің жұқа денелеріңізді көзге көрінбейтіне сканерлейміз, және сіздің физикалық денеңізді де сканерлейміз. Кәдімгідей УЗИге түскендегідей, МРТ-ға түскендегідей біз кәдімгідей сканерлейміз. Бізде аппарат жоқ, бізде кәдімгідей көретін, адамның ойын оқитын, адамның эмоциясын білетін, сезетін, адамның состояниясын, адамның жай күйін сезетін бізде сезімталдық өте жоғары дамыған адамбыз, оны слиперлер деп атайды. Біз слиперміз. Сондықтан біздің жұмысымыз осындай. Енді қараңыздар, энергетическа кезінде жыныс жүйелерде сканерленеді. Ол жақта қандай подключкалар бар, қандай аурулар бар, не болып тұр. Энергетикалық деңгейде аурудың энергиясының барлығын алып тастағаннан кейін біз сізге сол жерде ұсыныстар айтамыз. Мысалы, УЗИге түсіп қараңыз, немесе қаныңызды тазартыңыз. Кейде сканерлегенде адамдардың қан айналым жүйесінде паразиттер болады, бактериялар болады. Бізде мысалы жыныс жүйесінде, ер адам болсын, әйел адам болсын, жыныс жүйесіндегі бактериялар, микробтар, паразиттер, жұқпалы аурулар, оларды да біз көреміз, айтамыз сізге. Егер де бар болса бойыңызда, біз сізді медициналық көмекке жүгінуге жіберетін боламыз. Егер де медициналық көмекке қанша рет жүгініп ауруыңыздың себебін таппаған жағдайда, энергетикалық деңгейде сіз сол аурудың ауыр болып тұрған жаңағы блок деп айттым, сол жерге подключка қойып қойды. Соны сол подключка арқылы ол сущность сіздің энергияңыз сорып тұр. Ауыра береді, сіздің бүкіл энергияңыз, бүкіл вниманияңыз ауырған жерде, иығым ауырып жатыр деп айтасыз. Иығыңыз ауырып жатыр, бүкіл сіздің энергияңызды иығыңыз арқылы сорып тұр. Тура сондай болады. Қуығыңыз ауырып жүр, қуығыңыз ауыру арқылы сіздің бүкіл энергияңыз сорып тұр. Бүйрегіңіз ауырып жатыр, сіздің бүйрегіңіз ауыру арқылы бүкіл энергияңыз сорып тұр. Соның бәрін энергетикалық деңгейде тазартып, жақсартуға болады. Бірақ тек қана энергетикалық деңгейде емес, физикалық деңгейде де энергия тазартудан кейін ағзаны қалыпқа келтіріп емдеудің ұсыныстарын айтамыз. Тек қана жыныс жүйесін ғана қарамаймыз, біз зәр шығару жүйелерін қараймыз. Мінеке. Зәр шығару жүйелерін қараймыз, бүйректің қалай жұмыс жасап тұрғаны, олардың қызметі, барлығын сканерлеп айтамыз. Жүйке жүйесі, психикалық аурулары бар болған адамдар, жүйке жүйесі тозған адамдар болса, барлығын нейрондарға шейін қарап, нейрондардың қандай деңгейде жұмыс жасап тұрғанын және олардың дұрыс энергияны адамның бойында өткізіп, дұрыс энергияны қабылдап, дұрыс адамның бойынан энергияның дұрыс жүруіне жол жасаймыз, айтамыз. Одан кейін көп барлық ағзаларды қараймыз. Қан тамырлар жүйесі,
жүрек қан тамыр жүйесінің барлығын сканерлейміз, барлығын айтып береміз. Жүрегіңіз қалай соғып тұр, ол жерде қандай блоктар бар, ол жердің ауруы қандай, қашан пайда болды, неден пайда болды, қай уақытта пайда болды, қандай энергия тұр, ол қалай сізге әсер етіп тұр, барлығын айтамыз. Сүйек қаңқа жүйесі. Сүйек қаңқа жүйесінде сканерлейміз. Мінекей, сүйек қаңқа жүйесі. Мысалы, сүйек аурулары әдетте тұқымнан, генетикалық тұқым қуалау ауруларына жатады. Мысалы, тегіңізде сүйек қисайған ауру адамдар болды, бұрын бір бабаларыңыз, атаңыз немесе әжелеріңіз сүйегі қисайып ауырған болса, ол мысалы солардың шөберелерінде немесе немерелерінде қайталанып тұрса, оны біз тектің жүйесінен тазартамыз. Сондай-ақ сканерлеген кезде біз барлық сүйек қаңқа жүйесіндегі сіздің сүйегіңіздің состояниясын, сіздің сүйегіңіздің жаңағы несін, құрылымын, ондағы ауруларды, ондағы блоктарды барлығын энергетикалық деңгейде тазалап жуып өтеміз. Тыныс алу жүйесін қараймыз. Тыныс алу жүйесінде нелер бар? Мысалы, гайморит аурулары бар. Бізде гайморит, ауа жетпеу, тұншығу, түнде тұншығып ояну, тыныс алудың жетпеуі, тыныс аламайды адамдар. Көп жаңағы сөйлесе немесе көп жүрсе шаршап қалады. Тыныс алу жүйесі, көмей, кеңірдек, бронх, өкпе барлығын сканерлейміз. Сол жақтағы қарайған энергияның барлығын аламыз, тазартамыз. Одан кейін барып, егерде ұсыныстар шығып жатса, медицина көмегіне жүгіну керек болып жатса, біз сіздерге айтамыз. Бірақ энергетикалық деңгейде біз өз жұмысымызды 100% орындаймыз. Ас қорыту жүйесі. Мысалы, асқазан ауруы көбінесе ситуацияны, адамдарды өзін қабылдай алмай қиналған кезде асқазан негізгі адамның ас қорыту жүйесі ғой, переваривание деп айтамыз, қорыту, ақпаратты қорыту, адамды қорыту немесе ситуацияны қорыту. Сіз қорыта алмай тұрған жүрген болсаңыз, асқазан ауру көп ауырады. Бізде көбінесе энергетикада кездесетін асқазан аурулары өте көп. Оның да себептері бар ғой, енді ол кезде біз айтамыз, мысалы, дұрыс тамақтаныңыз, сухомятка тамақ жемеңіз деген сияқты көптеген ұсыныстар айтамыз. Әр адамда әртүрлі ұсыныстар шығады. Мысалы, кей адамдар дұрыс тамақ ішпейді, тек қана пицца, суши, анау жей салады, содан болады пайда. Оның барлығы бекерден бекерге емес. Не үшін тамақ ішсе лоқсиды, не үшін тамақ ішсе жүрегі айниды, не үшін көп тамақ ішсе артық мөлшерден тамақ ішсе изжога болады. Сондай. Оның барлығының белгісі сол асқазаныңыздағы подключканың болғанынан. Яғни сол подключкаларды алған кезде қондырғыларды, сущностардың қондырғылары ол сол жерде тұрған. Сол асқазанда мына жерде мысалы сущностар сізге қабылдай алмай тұрсың ғой дейді, мына жаққа келіп мысалы қап-қара энергияны салып қояды. Осы жеріңіз ауырады, сізден энергияңызды трубочка сияқты, трубочкамен су ішкенде сорып тұрады. Асқазаныңыз ауыра береді. Содан сіздің әліңіз жоқ болып жата бересіз. Осыны алып тастағаннан кейін, энергетикалық соның подключкасын алып тастағаннан кейін бітті, уже асқазанға энергия келе бастайды. Адамның ағзасына энергия келген кезде кәдімгідей, мысалы, бір мысалға былай айтайын. Огород суғарамыз, алда огород суғардық қой баяғыда. Сол кезде огород шөлдеп тұрған огородқа су келу үшін арық керек. Ал арық таза болмаса су жүрмейді. Солай ма? Энергия дәл сондай. Сіздің бүкіл каналдарыңыздың бәрі энергетикалық сущностардың қондырғыларымен, подключкаларымен блокталып тұр. Ал энергия сізге жоғарыдан келеді, космостан. Ол сіздің бойыңызбен дұрыс жүріп өтпейді. Мына жерде блок бар, тоқтап қалады. Мына жерде блок бар, тоқтап қалады. Мына жерге энергия жетпей тұр, мына жерде ауру пайда болады. Мына жерге энергия жетпей тұр, постоянно мигрень, давлениенің төмендігі, қан қысымы жоғары, қан қысымы төмен, бас ауыра береді, шаншиды, МРТ жасатады, УЗИ жасатады, рентгенге түсіреді, бірақ ешқандай диагноз таппайды, бірақ ауырады. Сол кезде энергетикалық деңгейде де қараған дұрыс. Так, енді мен сіздерге сущностар туралы барлығын түсіндіріп айттым. Енді келесі
олардың аураны бұзылғанын айттым, иә. Так, енді энерготазарту сеансы қалай жүреді? Энерготазарту сеансы біз екі адам болып жұмыс жасаймыз. Менің әріптесім бар. Әріптесім транстық күйде сіздің жұқа деңгейде, сіздің энергетикалық өрісіңізге өтеді, бағана көрсеткен шеңбердің ішіне өтеді. Сол жаққа өтеді да, сол жақтағы сіздің бүкіл бала кезіңізден бастап барлық тағдырыңызға, өміріңізге, денсаулығыңызға, қарым-қатынасыңызға, ақшаңызға, жолыңыздың болуына, отбасыңыздағы не болып жатқанын, кедергілердің барлығын анықтап, айтып және тазартамыз. Енді бұл энергетиканың құндылығы қандай? Құндылығы бұл екінің бірінің қолынан келмейтін, сезімталдығы жоғары, көретін, сезетін, адамның ойын оқи алатын, кез келген энергетикалық ақпараттарды оқи алатын адамның қолынан келеді. Оларды слиперлер деп атайды. Құндылығы бір сеанста 100-ден аса программадан тазарасыз. Неге 100-ден асқан? Өйткені өткен инкарнациялар арасындағы программалардан тазарасыз. Мысалы, осы өмірде шиеленіскен программалар, шиеленіскен кармалар, күйіңізбен карма, мамаңызбен, балаңызбен, сіңліңізбен, ағайыныңызбен сондай шешілмей тұрған кармаларды энергетикалық деңгейде тазартқаннан кейін сізде түсінік келеді. Түсінік келеді да, сіз оның жақсы качествосын көре бастайсыз. Мынау мынандай екен ғой, бұрын мен қалай байқамағам деген сияқты. Екінші, жеті ата бабаларыңыздың бағанағы чипте сақталған, флешкада сақталған бүкіл программалар жойылады. Ол программалар жойылғаннан кейін сіз оларды қалай трансформация жасайсыз, сізге түсініп келеді. Терең түсініп келеді, өзіңіз ойлайсыз. Менің ата бабаларымда мынандай программа болып еді ғой, олардың өмірлері осындай болған. Олар қиналған, мысалы, жоғалып кеткен бабаларым болған, өлтіріп кеткен адамдар болған, енді оны қайталамау керек. Сіз өзіңізден кейінгі өсіріп жатқан ұл қыздарыңызға сол программаларды бермеу керексіз. Өзіңізден тоқтату керексіз. Сіз өзіңізден тоқтатқан кезде келесі ұрпақтарыңыздан тоқтайды. Біз әрқайсымыз ертең тек тізбегінде қалатын ата бабамыз. Ертең тек тізбегінде қаламыз барлығымыз. Тек тізбегі мынандай болып тұрады, қараңыздар. Мінеке. Мынау сіз, мынау сіздің анаңыз, мынау сіздің тізбектелген ата бабаларыңыз. Сіздің артыңызда тұрады. Мынау әкеңіз, мынау әкеңіздің ата-анасы, олардың ата-анасы, міне. Бұлардың барлығының саны 126, 7 бабаға дейін. Сіз 127-шісіз. Енді осы адамдардың барлығының программасы мына жерде бар. Барлығының эмоциясы мына жерде бар. Барлығының көрген қиындық, қорлық, зомбылық, қуғын сүргіндерінің бәрі мына жерде. Оның барлығын тазаламаса, сізден тараған ұрпақтарға кете береді. Жалғастыра береді. Тоқтату керек. Келесі тағы да бір құндылығы физикалық денелерді айттым, физикалық денелерді көреміз және олардағы аурулардың пайда болуын анықтаймыз және сіздерге айтып отырамыз. Енді ерекшелігі неде? Энергочистканың басқа практикалардан, басқа рухани адамға рухани көмек қой, енді бұл адамға көмектесу үшін, адамның жанын қорғау үшін, адамның жанын сущностьтардан сақтап алу үшін берілген техника, былай қарағанда техника. Осы техниканың көмегімен сіз ауруыңызды жеңілдетесіз, қарым-қатынасыңызды реттейсіз, жан әлемін реттейсіз, жан әлемі реттеліп, жан әлемі үйлесімге орнаған кезде, бүкіл ата-бабаңыздың программасын аяқта тұр, барлығы сөйлеп тұрады. Сен лайықсызсың, сен бірдеңеге ұшырап қаласың. Өйткені әжелеріңіз сондай қорқынышпен өмір сүрді. Балам шықса өлтіріп кетеді. Қызым күйге шықса ажырасып кетеді. Қызым күйге шықса
күйеуі жақсы көрмей қояды. Сондай установкалар. Олардың барлығы адамның мына жерінде, сіздің мына жеріңізде тұр, оның бәрі сайрап тұр, оның бәрі ешқайда кеткен жоқ. Соның бәрін проработка жасау керек, соның бәрін трансформация жасау керек. Мына жерді тазалап трансформация жасамайынша өміріңіз өзгермейді. Оның барлығы энергетикалық деңгейде сіздің жадыңызда сақталып тұр. Енді сканерлейміз ерекшелігі және нақты адамға диагноз қоямыз. Мысалы, қарым-қатынас. Не үшін қарым-қатынасы быт-шыт болып жатыр? Қараймыз, қандай сущностьтар бар, қандай программаны қайталап тұрсыз, қанша сущность бар, олар не үшін тұр, барлығын сканерлеп, тазалап алып тастаймыз. Тағы да бір ерекшелігі, сіз бір сеанста энергияңызды толығымен тазартасыз. 100% тазартасыз. Біз сізге 100% тазалап береміз. Ары қарай сіз өзіңізді қалай алып жүресіз, өзіңізді қалай басқарасыз, өзіңізге байланысты. Энергетикадан кейін адамның санасы оянады. Адамның санасында серпіліс пайда болады. Жаңа квантовый скачок деп айтып жатыр ғой, сол квантовый скачоктарыңыз болады. Өйткені адамның мына миы, мына жан әлемі бос емес. Төбеден информация келеді, ақпарат келеді, идея келеді, неше түрлі ақпараттар келеді, өмірді жақсартуға, жақсы өмір сүруге, бизнес бастауға, сондай келеді. Бірақ келгенімен ол мына жаққа түспейді. Неліктен? Орын жоқ. Мына жақта орын жоқ. Босату керек осыны. Мына жақты босату керек. Бұл жақта да бізде барлық адамдардан үйреніп алған установкалар бар. Жаңа бизнес бастасаң құлап қаласың, биікке көтерілсең көз тиеді, адамдардың алдына шықсаң жаңа көз өтіп кетеді, болмаса қолыңнан келмейді деген сияқты. Соның барлығын тазарту керек. Тазартпаған кезде адамға таза ой келмейді. Барлық адамға, жердің бетінде қанша адам болса, барлық адамға бірдей энергия, бірдей ырзықта адамдардың бәріне бірге бөлініп береді деген сол. Айтады ғой, жердің бетіндегі адамдардың бәріне ырзық нәсібені бірдей бөліп береді. Сен оны қалай қолданасың, қалай қабылдайсың, өзің білесің. Неліктен? Себебі қаншалықты сенің мына жерің мен мына жерің бос, соншалықты деңгейде сен қабылдай аласың сол келген поток энергияны. Поток энергияның ішінде білім де бар, ақша да бар, даналық та бар, қасиет те бар, қабілет те бар, бәрі бар. Бәрі сіздің кеңістігіңізде. Бірақ соны қабылдайтын орындарды босату керек. Энергетиканың ерекшелігі сол. Сіздегі энергетикалық жақтағы шкафтардың орындарын босатады. Сөйтіп, келген энергияның барлығын қабылдайды да, идея болсын, мүмкіндік болсын, жаңашылдық болсын, өсу болсын. Көп адам мүмкіндікті байқамайды. Мүмкіндік жоқ дейді. Ақша жоқ дейді. Неліктен? Өйткені мына жағында солай, мына жағында солай қалып кетті. Өзінікі емес екенін білмейді. Құдай мүмкіндікті беріп тұр. Алдына адамдарды әкеп тұр. Көп жағдайда адамдар барлық проблеманы ақшаға әкеп тіреп қояды. Мәселе ақшада емес. Мәселе сіздің жаныңыздың қаншалықты бүтін дегенде. Жаныңыз бүтін ба, жаралы ма, жыртық па? Жаныңыз жыртық, жаралы, бүтін болмаса, ауырып тұрса, сізге миллиардтап ақша берсе де, сіз қабылдай алмайсыз. Өйткені энергияңыз тесік. Келген энергия ағып кетіп жатыр. Тесік шелек сияқты. Оның бәрін бүтіндеу керек. Емдеу керек. Толықтыру керек. Жамау керек бәрін. Өзгерту керек. Сол кезде ғана сіздің өміріңізде өзгеріс орнайды. Тағы да нақтылықты айттым, бұл энергетика гипноз емес. Біз гадалка емеспіз. Сіздің тағдырыңызды, болашағыңызды болжамаймыз. Біз сіздің энергия қоршап тұрған дөңгелек энергия қабатыңызға, энергетикалық биоөрісіңізге өтеміз, сол жерде ғана қараймыз. Біз сіздің суретіңізге қарап, болмаса түріңізге қарап, сіз кредиттен құтыласыз ба, примерно қанша айда құтыласыз айтпаймыз.
энергетическадан өткеннен кейін сізге өзіңізге жаңа түсінік келеді, көзіңіз ашылады, мына жүрек оянады, энергия тазарады, поток энергияны қабылдай бастайсыз. Вау дейді жаныңыз, наконец-то энергия келді маған, сездім дейді. Содан уже все басталады, өзіңіздің жолыңызды өзіңіз тауып кетесіз. Ешкімнің миссиясын айта алмайды. Мен сіздерге айтайын, ешкімнің миссиясын айта алмайды. Өйткені энергетическадан кейін өзіңізді өзіңіз басқарасыз. Өзіңіздің өміріңізге өзіңіз жауапкершілік алып үйренесіз. Детский позициядан, жертва позициядан шығасыз, оянасыз, кәдімгідей үлкен адамның рөліне кіресіз. Энергия келіп тұр, болды, бітті. Энергия, денеңіз сезініп тұр, энергияны сезді. Ояндыңыз, жаныңыз оянды, жаныңыз емделді, бітті. Бәрі күшті кайф, потому что жаныңыз емделді. Потому что ана жақта программа бәрі кетті. Өзіңізбен өзіңіз қалдыңыз, өзіңіздің ғана энергияңыз қалды, бітті. Сонда сіз нақтан келген идеянты қабылдай аласыз, келген мүмкіндікті де көре аласыз. Әрбір келген алдыңызға келіп тұрған адамнан сабақ үйреніп бастайсыз. Әрбір алдыңызға келіп тұрған кедергіден сабақ алып үйренесіз. Көзіңіз ашылады. Көбінесе адамдар кедергіні қиындық деп санайды. Негізі бұл өмірде қиын еш нәрсе жоқ. Барлығы сіздің өсуіңізге, барлығы сіздің игілігіңізге беріліп тұрған нәрсе. Оны түсіну керек. Оны қай кезде түсінесіз? Баспен, мына мидың қыртыстарындағы блоктармен, мына жан әлеміндегі блоктардың тазарғаннан кейін барып сіз уже түсіне бастайсыз. Так, мынау менің жолым болмай тұр. Так, кедергі кеп қалды мысалы. Болады ғой енді кедергілер көп. Оның барлығы сізді өсіру үшін беріледі. Оның барлығы сіздің алға қарай дамуыңыз үшін беріледі. Қазір кредитіңіз көп болып, қарызыңыз көп болып, тығырықта тұрсаңыз, ол сізге белгі. Соны белгі деп қабылдаңыз. Осымен маған кеңістік не айтқысы келіп тұр? Осы қиындықтан мен не алу керекпін? Қандай сабақ алу керекпін? Мен алға қарай жылжуым үшін не істеу керекпін? Міне соның барлығын энергетическадан кейін үйренесіз, өзіңіз түсініп келеді. Өйткені әр адамның өз құдайы бар деген. Адамның жаны энергия. Энергия, адамның жаны энергия, ол құдайдың бір бөлшегі. Құдаймен байланыс орнататын ең маңызды, ең құнды нәрсе ол жан ғана. Құдаймен, Алламен байланыс орнататын ең бір ғана нәрсе бар, ол жан. Сол үшін берілген. Құдаймен байланыс орнату үшін берілген. Сол таза болған кезде, сол емделген кезде, сіз Құдаймен байланысыңыз шынайы болады. Біз көптеген адамдар тазартамыз, сол кезде көп адамдар намаз оқиды. Бірақ қараған кезде энергетикалық деңгейде шынайылық жоқ. Просто парыз ретінде оқып жүргендер бар. Энергетическадан кейін соның барлығына осы ғалам туралы, өмір туралы терең түсініктер келеді. Пайдасы қандай? Энергетическаның адамның өміріне беретін пайдасы қандай? Тектік карма тазарады, айттым. Инкарнациялар арасындағы карма тазарады. Инкарнациялар арасындағы карма деген жан мәңгі тірі. Ол өлмейді. Осы денеде мен жаным, осы денеде Динара болып отырса, өткен бір инкарнацияда басқа адам болды. Осы өмірде қазақ болып, ислам дінін қабылдайтын болып, осы өмірде, осы денеде отырмын. Осы денеде жаным. Енді мен осы өмірде өткен өмірімде жасаған қателіктерді түзетуге келдім. Бір адамдармен келіспей қалдым. Бір адамдарды ренжіттім, бір адамдарды алдадым, бір адамдарды жанын жараладым, қол тигіздім, мысалы. Барлық адам сондай. 8 миллиард адам болса, 8 миллиард адам да осы жердің бетіне өткен инкарнациялар арасындағы қателіктерді түзеуге келді. Оны карма деп атайды. Карма деген әрекет. Іс әрекет, ниет. Қандай әрекет жасасаңыз да, ең алдымен сіздің ниетіңіз маңызды. Қандай ниетте жасап тұрсыз? Тек қана өзіңіздің пайдаңыз үшін ба? Жоқ.
ана адамды да қабылдай арқылы, сол адамға да бір жақсылық жасау арқылы ма? Біз қазір сыналудамыз. Қазір сіздерге сөйлеп отырғанымның өзі шынайы айтып отырмын ба, жоқ әлде өзімнің пайдам үшін айтып отырмын ба? Оның барлығы менің ниетімде. Ниет жаннан шығады. Ниет арқылы ой пайда болады. Барлығы бір-бірімен байланысты. Өткен өмірлер кармасын айттым. Денсаулық реттеледі пайдасы. Айтып кеттім. Эфирдің жаңа айтып кеттім. Қандай денелер тазарады, олар қалай әсер етеді, барлығын айттым. Вибрация жоғарылайды. Өйткені сіздің денеңізде бұрынғыдай төмен тербелісті энергияны тартып тұратын энергия болмайды. Тап-таза болады. Тап-таза кристалл боласыз. Тап-таза кристалл денеңіз жоғарғы вибрациялы адамдарды, жоғары вибрациядағы әрекеттерді, жоғары вибрациядағы мүмкіндіктерді тарта бастайды. Ортаңыз, айналаңыз өзгереді. Бұрынғыдай өсек айтатын, өтірік айтатын, алдайтын, бір-бірін лақтырып кететін болмаса, басқа ортадан кетесіз. Өзіңізге бір желание пайда болады ішіңізде. Ортаңыз өзгереді. Ондай ортада отырғыңыз келмейді. Өйткені уже вибрацияңыз көтеріледі. Қараңыз, вибрациясы төмен адам, вибрациясы жоғары адам. Вибрациясы төмен адам өсек, өтірік, жамандау, осуждение, өкіметті осуждать етеді, президентті жамандайды, әкімдерді жамандайды, көмек бермейді деп постоянно жыланып жүреді. Жоғары вибрациядағы адам үнемі ізденісте болады, дамиды, шығудың жолын ойлайды, бизнес жоспар құрады, өзін іздейді, себебін іздейді, саналы өмір сүреді, жауапкершілік алған. Екеуінің әңгімесі сәйкес келмейді. Енді сіз мына деңгейде болып энергетикадан өткеннен кейін сіз мына деңгейге көтерілесіз. Сіз сөйтесіз да осы деңгейдегі адамдарды тарта бастайсыз. Сізге осы деңгейдегі адамдар келе бастайды. Жетістікке жеткен, өзін ұстай алатын, сауатты сөйлейтін, өмірде нақты жоспары бар, нақты мақсаты бар, армандай алатын, сондай вибрациясы жоғары адамдарды жолықтыра бастайсыз. Одан кейін жол ашылады. Жол ашылу деген біз сіздің жолыңызды ашып бергеннен ашылмайды. Жан тазарғаннан ашылады. Жан тазарған кезде, оянған кезде, жан өзі қалып жүреді сізді. Өйткені жан сіз туралы бәрін біледі. Сіз осы өмірге не үшін келгеніңізді біледі, қандай әрекет жасау керек екеніңізді біледі. Адам өзінің жанын тыңдамағанда адасатыны сондықтан. Ары қарай. Енді көзі ашылады, адамның көзі ашылады. Бұрын мысалы мүмкіндіктерді көрмесе, мүмкіндіктерді байқамаса, менде еш нәрсе жоқ деп ойласа, мен лайықсызбын деп ойласа, маған ол қайдан десе, энергетикадан кейін ол адам өзінің лайықты екенін сезеді. Өйткені лайықты емеспін, мен жаманмын, мен кедеймін, менде еш нәрсе жоқ деген ұстанымның бәрі кетеді. Өйткені оның бәрі сіздік емес. Оның бәрін сіз біреуден үйреніп алдыңыз, немесе анау ата-бабаларыңыздан келіп тұрған чиптегі программа. Сіз соны сіз менікі деп тұрсыз. Адам жан болып жаратылып, осы денеге келгенде тап-таза кристалл болады. Жаңадан туылған сәби елестетіңіз, жаңадан туылған сәби періште сияқты. Тап-таза. Ойында еш нәрсе жоқ, күліп, жарқырап, ол қорқпайды. Ол құлап қалам деп қорқпайды, ол күйіп қалам деп қорқпайды, ол мені біреу алдайды деп қорқпайды. Біз дәл сондаймыз, жан негізінде дәл сондай. Бәріміздің ішімізде сондай бір нәзік, әдемі бала бар. Сол біздің жанымыз. Адам өзінің жанын тыңдамағанда адасатыны сондықтан. Ал энергетикадан кейін сіз сондай жоғары деңгейде вибрацияңыз артады. Адамдарды шартсыз қабылдайсыз. Адамдарды адам емес, кәдімгідей
Алланың жаратқан жаны ретінде жоғарғы деңгейде қабылдайсыз. Осындай үлкен пайдасы бар. Қарым-қатынас реттеледі. Қарым-қатынастың кедергілерінің барлығын бағана айтып өттім. Енді қорытындылай келе, бұл энергетика адамның эмоционалды деңгейде, физикалық деңгейде, менталды деңгейде, барлық деңгейде энергетикалық тазаруын қамтамасыз етеді. Эмоционалды дене деген өкпе, реніш, қорқыныш, күмән, күдік, сенбеу, сондай эмоциялар, оларды тазартамыз эмоционалды деңгейде. Менталды деңгей деген біздің жаман ойларымыз, қорқынышты ойларымыз. Маған бүгін ғана бір оқырман хабарласып тұр. Үнемі қорқам дейді. Жаңа үй алып едік, сол үйім өртеніп кететін сияқты қорқам. Күйеуім машина алса, күйеуім машинасымен авария болып өлетін сияқты қорқам. Балаларым мектепке келгенше жанымды шүберекке түйіп отырам, қорқам, бірдеңе болып қалатын сияқты дейді. Енді өміріңізде сондай бір қорқыныш жағдайлар болды ма десем, болған жоқ дейді. Ол неден? Ол жаңағы энергетикалық полесі бүтін болмай тұр, жаман ойларды салып тұратын сущностьтар болып тұр, және ол тегінен келіп тұрған бір әжесінің немесе бір атасының программасы. Бір әжелері солай қорқып өмір сүрді. Күйеуі мысалы соғысқа кетіп қалды да қайтып келмей қалды, өлтіріп кетті. Сол уже программа. Енді ол әже не деп ойлайды? Күйге тию немесе ер адамның басқа жаққа кетуі қауіпті. Кетсе бітті, келмей қалады. Сондай қауіп бар. Ол адамның ішінде сөйлеп тұрады программалар. Сондықтан ондай адамды тежейтін, адамның энергиясын алатын, адамды шаршататын эмоциялар, энергиялар, ашу ызалар, қорқыныштар, күдік, күмәндар барлық сіздікі емес. Осы эфирді YouTube каналымда сақтаймын. Сол жақтан 1,5 немесе 2 жылдамдықпен қарап алуларыңызға болады. Эфирге кірген және менің парақшама жаңадан қосылған оқырмандарыма менің парақшама тағы да қош келдіңіздер деймін. Мен сіздерге әрдайым пайдалы ақпараттарды, пайдалы кеңестерді беруге, жаныңыздың жарасын емдеуге, тәніңіздің емінің шипасын табуға жол көрсетуге және көмектесуге әрдайым дайынмын. Менің эфиріме уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңыз үшін және мені ұйып тыңдағандарыңыз үшін, маған қолдау көрсеткендеріңіз үшін үлкен сіздерге алғыс айтамын. Мен сіздерді жақсы көремін. Әрбір адам, әрбір жан өзін тауып, үйлесімді, бақытты, жарасымды, ұзақ өмір сүруін тілеймін. Осымен бүгінгі біздің эфиріміз аяқталды. Сау болыңыздар, барлықтарыңызды жақсы көремін.